Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Нұрлан Қаламов. Бәріміз біз ойын ойнауды ұнатамыз, иә достар. Біреулерге шутер ұнайды, біреулерге MMORPG ұнайды, біреулерге стратегия ұнайды, біреулерге ашық әлемі бар ойындар ұнайды. Мысалы мен өзім ашық әлемі бар ойындар ұнатамын. Маған сол жанр қатты ұнайды. Және де мен барлық ойынның жанрларына да жақсы қатынастамын. Сол себепті достар, бүгін мен сіздерге менің 5 сүйікті ойынымды айтып беремін. Егер ұнаса, лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, ал біз кеттік. 5-ші орында достар Майнкрафт ойыны тұр. Иә достар, Майнкрафт менің сүйікті ойындарының бірі. Өйткені достар, бұл ойын қарапайым көрінгенмен, бұл ойында мүмкіндіктер шексіз. Және де достар, бұл ойыннан бірдеңе жасағың келсе, фантазияң болса, бұл ойында любой қалаған затын жасауына болады. Бітпейтін карта, бітпейтін серверлер, бітпейтін модтар, бітпейтін мүмкіндіктер. В общем, достар, бұл ойын туралы 1 сағат бойы айта беруге болады. Онсыз да сіздер Майнкрафт туралы білетін шығарсыздар. Так что көп айтпай қойын. Бір сөзбен, бұл ойын легендалы, 4-ші орынға мен Sims ойынын қойдым, достар. Иә, Sims менің сүйікті ойындарының бірі. Көп ойлау мүмкін бұл ойын қыздарға арналған деп, бірақ шынымен де олай емес. Бұл ойын барлығы үшін арналған, достар. Және мұнда да ойын үлкен мүмкіндіктерге ие. Мұнда отбасынды жасап, оны шығарып, оның өмірін ойнап, қызығын көруге болады. Өте қызық геймплей, достар. Өте қызық үйлер салуға болады. Өте қызық заттар сатып алуға болады. В общем, бір сөзбен мүмкіндіктер көп. Модтар, дополнениялар жетеді. Және де бұл ойын менің бала шағымнан кеткен ойын. Мен кезінде осы ойынның ең алғашқы серияларын ойнаған болатынмын. Өте ұнаған болатын сол кезде. Қазір де ойнауға болады, достар. Если что, комментарийға жазыңыздар. Бәлкім видео түсірерім Steam'стан. Егер де сіздерге ұнаса. Так, 3-ші орынға, достар, мен мафия ойынын беремін. Яғни мафия 2-ні. 3-ші бөлім маған қатты ұнаған жоқ. Сюжет жағынан 3-ші бөлім маған ұнаған жоқ. Негізі бұл ойында мен ең жақсы көретінім сюжет болған. Ойнаған сюжетін түсінген адамдар болса, мені түсінер. Бұл ойында өте қызық оқиға және ойынның кейіпкерлері, олардың әңгімелері өте жақсы және сапалы жасалған. Кәдімгі шын итальяндық мафияның атмосферасын сезінесіңдер. Өте керемет және қайғылы ойын, геймплей жағынан да жақсы жасалған. Енді айта алмаймын, мүмкіндіктер бұл ойында өте көп деп, бірақ мүмкіндіктер бар. Бұл ойын көбінесе сюжетімен ұнады маған. Ойнамаған болсаңыздар, ойнаңдар. Бұл керемет ойын. 2-ші орында, достар, Battlefield 1 тұр. Бұл өте керемет және жынды ойын. Мен бұл ойынды ең басында трейлерін көргенде YouTube'дан ё-мая аузымды ашып қалған болатынмын. Содан кейін, достар, мен Battlefield 1-дің барлық трейлерлерін қарай беретін болдым қайта-қайта. Не деген экшен, не деген музыка, графон. Ё-мая, бұл ойын просто шедевр ғой. Геймплейді, графонды айтып та керек емес шығар, достар. Battlefield 1 дейтін топ қой, Так, достар, 1-ші орынға жетіп қалыппыз. Ал не ойын деп сұрап жатқан шығарсыздар. Ал айтамын. 1-ші орын дейтін бұл, достар, Копатель онлайн деген легендарный ойын, достар. Ё-мое, не деген керемет ойын. Графика 100 балл, геймплей 100 балл. Ойнап айтам, достар, қайдағы Копатель онлайн? Копатель говно ғой, бір сөзбен. 1-ші орында, достар, легенда ойын тұр. Оның аты Grand Theft Auto, или бір сөзбен GTA. GTA бұл ең дүние жүзіндегі қымбат ойындардың тобында тұр. Бұл өте үлкен және сапалы ойындардың бірі, және де балалық шақтың ойыны деп те айтуға болады. Vice City, San Andreas, GTA 4 ойнап өскен адам болғасын, GTA 5-те маған қатты ұнады. Бұл өте қызықты ойындардың бірі. Айтып та керек емес шығар, достар, сіздер онсыз да бәрін білесіздер ғой GTA 5 туралы. Қысқаша айтатын болсақ, GTA дейтін өзінің үлкен әдемі әлемімен сіздерді таңғалдыртады, және де бұл әлемді зерттеу өте қызықты. Маған айтқанымдай ашық әлем ойыны бар ойындар қатты ұнайды. Бұл ойын сондай жанрдың көкесі ғой. Сол үшін бұл ойын 1-ші орында тұр, достар. Ал осымен аяқтаймыз, достар. Сіздерге менің тобым ұнаған шығар деп ойлаймын. Иә, бұл субъективный топ деп айтуға болады. Сіздер өздеріңіздің топ 5 ойындарыңызды комментарийға жазыңыздар, мен оқимын, лайк басып кетермін. Ал сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов, және де мен инстаграмма тіркелуге ұмытпаңыздар, сілтемесі астында. Осымен все, давайте. Сау болыңыздар.